Облыс және қала әкімдерінің қатысуымен өңір журналистеріне пресс-тур ұйымдастырылды. Алдымен аймақ жетекшісі Алакөл жағалауына барды. Биыл мұнда қыруар істер тындырылды. Көлік тұрағы кеңейтіліп, қалалықтардың демалуына қолайлы жағдай жасалды. Жаз уақытында балаларға арналған ойын алаңқайы бой түсіп, 75 ағаш отырғызылды. 5400 квадратных метров. 5400 шаршы метр жерге кеспе тастар төселді. Күн көзінен құтқаратын екі төбе қалқасы қойылды. Жағажай бұрыннан екісегі көп адамды қабылдай алады. 50 шамшырақ орнатылды. Жалпы қала гүлзарларын абаттандыруға биыл 58 миллион теңге бөлінді. Айта кеткен жөн, Алакөл жағалауындағы жұмыстар осымен аяқталмақ емес. На следующий год мы здесь хотим открыть яхт-клуб. Келер жылы яхт-клубын осы жерде жасаймыз. Балаларымыз осында демалып, уақыттарын пайдалы өткізе алады. Көлді қамыстан арылтып, құм әкелеміз. Көктөбе сауда үйінің маңындағы гүлзар да ғажап кейіпке енді. Ұлттық нақыштағы шағын архитектуралық фигуралар сән беріп отыр. Мұнда көгалдандыру жұмыстары жасалды. Нәтижесінде 100 қарағай ағашы отырғызылды. Облыс әкімі Гүлзарда шаһар ақсақалдармен тілдесіп, қаладағы өзгерістерді бағамдады. Биыл 2 есе көп ақша бөлінді. 2 есе көп ақша бөлінді. Биылды 110 нұқтасындағы аудандарды дұрыстадық. Келесі жылы бүткіл жұмыстарымызды бітірейін деп жатырмыз. Оған да қаражат бөлінді бюджетке кәдімгіде, сондықтан үйдің алдындағы сол аудандардың алаңдарын дұрыстайтын боламыз. Өз кезегінде қариялар пікірлерін ортаға салды. Балалардың ойын алаңы, халықтың демалатын алаңы, асфальтированный площадка. Көп дүние жасалып жатыр ғой, сосын жаңа мына кісілер айтып жатыр, қаланың көркі әжептәуір деңгейге көтерілді. Мағжан Жұмабаев көшесіндегі шаңырақ гүлзары да түрленді. Ерекше архитектуралық туынды мұнда ойып тұрарлық орын алды. Айта кеткен жөн, түнде бұл шаңырақ экспозициясы түрлі түсті болып жанады. Күндіз де түнде де қалалықтар бос уақыттарын осы жерде өткізу мүмкіндігіне ие болды. Нағыз халықтың көп өтетін жері, жанымызда мына ресторан тұр, қарсымызда жақсы ғимарат салынып жатыр. Соның барлығына мынау бір үлкен бір ансамбль болып көрінетін. Өте жақсы. Бұл шаңырақ Қазақстан халқының мызғымас бірлігі іспеттес. Архитектуралық туынды рухани мағынасы бар төл туынды болып есептеледі. Облыс әкімі Жарел Қизатов көшесіндегі жаңа гүлзарға барып, мұндағы атқарылған жұмыстармен танысты. Алдымен өңір басшысының назарына бұл маңдағы жол белгілері көрсетілді. Айта кету керек, шыны үгіндісі бар термопластик 250 градус ыстықта құйылады. Тың технология ауа райы мен өзге де факторларға шыдамды келеді. Бұл ерекше технология түнгі уақытта өз пайдасын тигізері хақ. Жарел Қизатов көшесі бойындағы жаңа гүлзардың аумағы 4000 шаршы метр жерді алып жатыр. Осында 24 жаңа орындық жеткізілді. Балаларға арналған ойын алаңқайы да осы жерде орын тепті. Пустые территории заросшие. Өткен жылы бос жерлерге гүлзарларды салуды жоспарладық. Қойылған міндетіміз орындалып жатыр. Келер жылы Қизатов көшесі үлкен гүлзарға айналады. Айта кеткен жөн, биыл қаланың барлық гүлзарлары түрленді. Петропавл 90%-ға абаттандырылды. Нәтижесі көріп тұрғаныңыздай.